Бисмилля. Негізі шығармайтын жерден шығып атқан дау болатын. Мүлдем ешқандай проблема болмау керек жерден. Бұл қазір енді мен соңғы уақыттарда интернет желісінде активті болған, өте активті болып кеткен себептен жасалып атқан жала деп өзім есептеймін. Өйткені бұл нәрсе үлкен проблема тудыратын нәрсе емес еді. Болған оқиға бұл Нұр-Мубарак университетінде шәкірттерге семинар ретінде жүргізіліп атқан еді. Яғни тыңдап атқан адамдар бұл сол саланың мамандары. Бұл біріншіден. Екіншіден, бұл жердегі мәселе жақсылық та жамандық та Алладан деген нәрсе айтылып жатыр. Бұл тақырып кәдімгі ақида бабында, сенім бабында, ислам ілімдерінің ішіндегі сенім бабында үлкен тақырып. Әлемде болып жатқан жақсы болсын, жаман болсын, бұл Алладан. Сонымен қоса сол уақытта көптеген тарап кеткен трендтер болатын. Мұсылмандарға жабылып жатқан айыптар, Құдайың болса, онда педофилдар неге бар деген сияқты жалалар болып кеткен болатын. Сол сұраққа жауап беру мақсатында және жақсылық пен жамандық тақырыбын қосу мақсатында бұл мынандай тақырыпта айтылған болатын. Мысалы, қандай да бір іс орын алса әлемде, бұның міндетті түрде қалаушысы бар, яғни орын алуы. Енді қазір белгілі бір істер бар, адамның басына келіп түсетін біз қаламасақ та. Бірақ қандай да бір іс орын алатын болса, жаңа айтқанда, оның міндетті түрде қалаушысы бар. Оны біз қаламасақ, бірақ бізге қаламасақ та келетін болса, онда ол біреудің қалап тұрғаны деген негізгі идея болатын. Жаманшылықты айту мақсатында болған ғой негізі. Қаламасақ кішкентай балаларымыз ауырып қалады. Біреуді өлтіріп кетеді. Біз қаламаймыз, бірақ болып жатыр. Негізгі бір ереже бойынша қандай да бір іс-әрекет орын алатын болса, онда міндетті түрде Алла қалайды деп біз айтамыз. Мен видеоның өзінде де жазылып тұр, педофилизм болады деген сөз емес. Бұл мүлдем ондайға апармайды. Мен айтып тұрмын да, болмайды. Біз оны қаламаймыз, бірақ қаламайтын нәрселер орын алып жатыр. Бұл просто педофилизм сөзі негізі бір жақсы құрал болып тұр қазіргі уақыттағы исламофобтық ұйымдарға. Ол мысалы қазіргі уақытта атеистер, елдің бәрі біліп тұр қазір, мен қалай атеистермен сөйлесіп отырғаным, тәңіршілер елдің бәрі біліп тұр, мен қалай қазір тәңіршілермен сөйлесіп жүргенім. Және соның ішінде қазір радикалды топтар да бар. Исламның ішіндегі мысалы салафизм, вахабизм деген сияқты. Мен де оларға, мен ата-бабамыздың дәстүрлі исламын таратуда мақсатындағы осы жолда жүрген адам ретінде олардың бәрі бізді деп айтқанда шамалары енді былай бірдесе әсер ету мақсатында, бізді құрту мақсатында, не болмаса өздерінің топтарын көтеру мақсатында осындай әрекеттерге барып жатыр.